іздеп жатыр екенсіздер ғой уже. Машинаның ішінде тойханаға келдік міне. Бүгін опять той. Негізі мен жаңа интернеттен қарап отырғанмын өзіме той көйлегін. Біздің скоро тойымыз, соған маған срочно көйлектің фасонын жіберу керек болып тұр. Соған көйлектің фасонын таппай жатырмын. Қандай көйлек киетінімді примерно білем. Бракосочетание дейді ғой жаңағы. Сондайға, сол рәсімге мен хочу андай простой көйлек киюге, простой дегенде иықпен сондай пышный емес та. Ұзын фатамен екінші образға я хотела пышный көйлек. Бірақ қандай екен фасонын тыңдай алмай жатырмын. Бүкіл интернеттің барлығын қарап шықтым, білмеймін енді. Сіздерде вариант болса жіберіңіздер, пожалуйста. Маған срочно жіберу керек. Так, кішкене сторис түсіріп қояйық бүгіндікке. Иә. Сол. Подушканы қалшы? Ал. Подушканы қалшы? Отырайын деп отырсың ба? Иә. Зіңгіттей отырып алған қолым. Зіңгіттей деген қалай? Зіңгіттей емессің ғой сен? Яшқа пушинка, да? Жеп-жеңілмін ба? Жеп жеңілсің ғой. Қатты жеңілмін ба? Бүгін тойға келдік. Кезекті екінші тойымыз бүгін қатарынан. Ертең үшінші тойымыз, оны арған төртінші тойымыз. Төртеуміз деп айтыңыз. Ертең арған бірақ бармын. Иә. Арғын тойда барсың ба? Тағы да шешем. Қойшы ұят екен келді. Қоймағым. Ода тұрған не бар? Ода тұрған. Не бар ода тұрған? Сонда сен өз әйеліңді сүймейсің ба не? Сүйем, келді сүйем. Ернімнен кім сүйеді? Ерніңнен түнде сүйем. Өтірік алдайды бұл. Сен қалай өтірік алдайды? Құттық болсы ғой сен? Жан еңмен тағыңмен де құттық болады деген. Субханалла. Сүймейсің ғой? Субханалла деймеші. О, тоба, жарықтық. Субханалла. Намай мене субханалла деген. Мен күйеуім әдемі, иә? Как не повезло, да? Қойшы. Құрай бересің ғой. Еркектер әдемі болмайды жаным, қойшы. Сен әдемісің. Әйелдер әдемі болады. Сен әдемісің, сен сұлусың. Мен енді само собой ғой. Анау-мынау емес біздің Ой, конечно. Сен королевасың ғой сен. Ой, ва. Принцесса. Кстати, бүгін пост саламыз қазір. Қызық басталады. Я соған лайк қойып шығыңыздар, комментарий жазыңыздар. Совместно жасап тастайық. Сетеге поддержка беріңіздер достар. Одан кейін қызық дүниелер салып отырамыз. Оны мына жігіт міне бізге көмектеседі. Бер саған, бер қарап қоясың ба? Бер саған. Просто ужасно отвратительно. Үйде ботамен балам қалған, тойға кеткенбіз. Енді қаланың ішінде жұмыс ғой. Сөйтсем қазір, короче, бота звондап тұр маған сестренкам. Не болды десем, үйге бір кісілер келіп ұрсып жатыр, анау мына деп, сонымен, короче, трубканы берші десем, трубканы алдым да. Что случилось? Кто это десем? Я вас слушаю, деді маған. Сосын, кім? В смысле дедім да, что вам надо десем? Сіз мен балаларымды бір жаққа жұмсапсыз, кішкентай балаларымды. Бір нәрсе деп соны айттым да, сейчас меня дома нету дедім. Вы можете оставить свои контакты, и мен қазір келгеннен кейін хабарласамын дедім да. Көршілер екен да. Түсінбей қалдым өзім, шынымды айтсам, қандай балаларым қақа жұмсадым, түсінбей қалдым да. Мен вообще ешкімнің баласын никогда жұмсамаған вообще никогда. И қатты ашуланып күйеуі вызывайте бірдеңке, мен айттым да, сейчас мен милиция шақырамын дедім да. Неге мен кішкентай балалар бар жерге келіп тұрсыздар? Жоқ, просто қазір тойдан да кетіп те қаламаймын да, потому что біз қазір антракт болып жатыр, екінші неге нетемін да, одан кейін барамын да. И сөйтіп, короче, бір нәрсе бүйтіп грубо сөйлесіп тұр да. Мен де андай адаммын да, мен ашулансам, мен де ашуланып кетемін. Нифига себе сендер келіп тұрсыңдар дедім да, мен жоқ кезде шығыңдар менің үйімнен дедім да. Қазір мен милиция шақырам дедім. Одан кейін, короче, әйтеуір бір нәрсе кетті, әйтеуір біз кетпейміз, бір нәрсе қанша сағаттан келеді, мен ботаға айттым да, 1,5 сағаттан келеді деп айтты дедім. Соны ботадан сұрадым да, нені айтып жатыр, түсінбей жатырмын дедім да, кімнің баласын қаққа жұмсадым. Алдында естеріңізде болса, мен сторисқам өзімді түсіріп жатқам, содан кеш терезеден бір кішкентай бала тақылдатты да, терезені ашсам, кішкентай қыздар маған жвачка подарить етіп тұр да. Күнде мені құшақтайды далаға шыққан кезде. Подъездге шыққан кезде есік алдында кішкентай қыздардың бәрі мені жақсы көреді да. Зухра тәте де бәрі құшақтайды, терезеден келеді, үйге келеді өздері. Содан кейін маған приятно болды да, я тоже хотела им приятно сделать. А магазин терезенің тура қасында да, мен магазинге барып, возьмите себе что-нибудь, мен сендерге ақшасын төлеп беремін. Сонымен, короче, соларға айттым, кішкентай қыздарға айттым да, мороженое алыңдар деп. Сонымен, короче, барып өзім мороженое, продавец өзі келсін деп айтты, сосын өзім бардым да, мороженое ақшасын төлеп, қыздарға мороженое алып бердім. И соны, оказывается, сол стористі туысқандар көрген ба. В общем, сол үшін хайвай ашып келген ғой. Это же можно просто по-человечески решить.
Не обязательно же вот наезжать, келіп алып, я вас слушаю, бір нәрсе деп. Неужели настолько адамдар сондай болып кетті? Мен честно түсінбеймін. Онда қыздарыңызға айтып жүріңіздер, мен қасыма жоламасын ешқайсысы. Мен кішкентай